Барлығыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бұл видеода ағылшын тіліндегі сөздік қорыңызды дамытуға арналған 10 тест сұрағын беретін боламын. Сонымен қатар жауаптарын да беремін. Бұл тест сұрақтарындағы сөздер А1 деңгейі мен Б2 деңгейінің аралығындағы сөздер болып табылады. Яғни, beginner мен intermediate деңгейінің аралығындағы сөздер. Ал ендеше тестті орындап бастайық, видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Яғни бұл тапсырмада сізге қандай да бір сөздің сипаттамасы беріледі, сіз сол сөзді мына варианттардың ішінен табуыңыз керек. Ол үшін мына сөйлемді және сөздерді де толықтай аударып шығуыңыз керек. Ал ендеше жауаптармен бөлісейін. Ең алдымен варианттағы сөздерді қазақшаға аударып көрейік. A варианты принц, яғни қазақшаға принц деп аудара береміз. Зат есімі ретінде қолданылады. B варианты protect, қорғау, етістік ретінде қолданылады. C варианты sense, сезім, зат есімі ретінде қолданылады. D варианты sudden, кенеттен деген мағынаны білдіреді. E варианты therefore, сондықтан, демек деп айтқан кезінде осы сөзді қолданамыз. Үстеу ретінде қолданылады. Яғни мұнда сәйкес келетін вариант D варианты sudden. Яғни мына сөйлемді аударып көрейік. When something is, it happens very quickly. Яғни бұл нәрсе өте тез орындалады. Яғни кенеттен болған нәрсе өте тез орындалады. Дәл осы секілді келесі тапсырмаларды да орындап көрейік. Ал енді екінші тапсырмамен таныс болайық. Видеоны тоқтатып, осы сөздерді аударып, орындап алсаңыз болады. Ал мен жауаптармен бөлісейін. Бірінші A вариантындағы сөз social, яғни әлеуметтік, қоғамдық деген мағыналарды білдіреді. Сын есім ретінде қолданылады. B вариантындағы сөз speech, яғни сөз, сөйлеу деген мағыналарды білдіреді. Орысша айтқанда речь. Зат есімі ретінде қолданылады. C варианты staff, қызметкерлер ұйымы, яғни қызметкерлер штаты деген мағынаны білдіреді. D варианты toward, қарай деген мағынаны білдіреді. Яғни біреуге қарай бара жатыр деген кезінде осы сөзді қолданамыз. E варианты wood, бұл ағаш деген мағынаны білдіреді. Сонымен мұнда сәйкес келетін сөз C вариантындағы сөз staff, яғни қызметкерлер. A staff is a group of people working together in a company. Яғни компанияда бірге жұмыс істейтін адамдардың тобын staff деп айтамыз, яғни қызметкерлер. Ал енді үшінші тапсырмамен таныс болайық. Сіз дәл осы жерден видеоны тоқтатып, тапсырманы орындап алыңыз. Ал мен жауаптармен бөлісейін. Бірінші сөз anymore, көбірек деген мағынаны білдіреді. B вариантындағы сөз asleep, ұйықтау деген мағынаны білдіреді. C вариантындағы сөз bury, жетек деген мағынаны білдіреді. Зат есімі ретінде қолданылады. D вариантындағы сөз collect, жинау деген мағынаны білдіреді. E вариантындағы сөз compete, жарысу деген мағынаны білдіреді. Ал енді жоғарыдағы сөйлемді аударып көрейік. To compete is to try to be better than someone. Яғни, бұл біреуден жақсы болуға тырысу деген мағынаны білдіреді. Яғни, compete деген сөз тура келеді. Ал енді келесі төртінші тапсырмамен таныс болайық. Ал сіз видеоны тоқтатып, орындап алыңыз. Мен жауаптармен бөлісейін. A вариантындағы сөз require, қажетсіну деген мағынаны білдіреді. Етістік ретінде қолданылады. B вариантындағы сөз single, біреу-ақ, жалғыз деген мағынаны білдіреді. Сын есім ретінде қолданылады. C вариантындағы сөз success, жетістікке жету немесе жетістік деген мағынаны білдіреді. D вариантындағы сөз tear, жырту деген мағынаны білдіреді. Ең соңғы E вариантындағы сөз theory, яғни теория деген мағынаны білдіреді. Ал енді сөйлемді аударып көрейік. Is an idea about how something works. Бұл сөйлем бір нәрсенің қалай жұмыс істейтіні туралы түсінік деп аударылады. Яғни мұнда сәйкес келетін сөз E варианты теория. Ал енді келесі тапсырмамен таныс болайық. Ал сіз видеоны тоқтатып орындап алыңыз. Мен жауаптарымен бөлісейін. Бірінші сөз realize, яғни қазақша түсіну деген мағынаны білдіреді. B варианты respond, яғни жауап беру деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз risk, тәуекел ету, қауіп қатер деген мағынаны білдіреді.
wonder керемет және қызығу деген мағынаны білдіреді. Сын есім ретінде керемет, етістік ретінде қызығу деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз yet әлі деген мағынаны білдіреді. Ал енді жоғарыдағы сөйлемді аударып көрейік. Бұл сөйлем бір нәрсенің жаман орын алуының мүмкін болуы деп аударылады. Бұл сөйлемге сәйкес келетін сөз risk. Ал енді келесі тапсырмамен таныс болайық. Ал сіз видеоны дәл осы жерден тоқтатып, тапсырманы орындап көріңіз. Мен жауаптармен бөлісейін. Алғашқы сөз lie, өтірік деген мағынаны білдіреді. Етістік ретінде өтірік айту, алдау деп аударылады. Келесі сөз meet, ет деген мағынаны білдіреді. C вариантындағы сөз opinion, пікір деген мағынаны білдіреді. D вариантындағы сөз real, шынайы деген мағынаны білдіреді. Ең соңғы сөз reflect, көрсету деген мағынаны білдіреді. Ал енді жоғарыдағы сөйлемді аударып көрейік. It actually exists, яғни шын мәнінде бар нәрселер. Бұл сөйлемге тура келетін сөз D вариантындағы сөз real, яғни шынайы деген мағынаны білдіреді. Ал енді келесі 7-ші тапсырмамен таныс болайық. Сіз видеоны тоқтатып, тапсырманы орындап көріңіз. Мен жауаптармен бөлісемін. A вариантындағы сөз alive, тірі деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз bone, сүйек деп аударылады. Келесі 3-ші C вариантындағы сөз bother, мазалау деген етістікті білдіреді. D вариантындағы сөз captain, капитан деп аударылады. Ең соңғы сөз conclusion, қорытынды деген мағынаны білдіреді. Келесі жоғарыдағы сөйлемді аударып көрейік. The person who lets a ship or airplane, яғни кемеге немесе ұшаққа жетекшілік ететін адамды атаңыз деген. Яғни мұнда captain деген сөз сәйкес келеді. Келесі тапсырмамен таныс болайық. Сіз видеоны тоқтатып, тапсырманы орындап көріңіз. Ал мен жауаптармен бөлісемін. Бірінші сөз result, нәтиже деген мағынаны білдіреді. Екінші сөз roll, домалау деп аударылады. Үшінші сөз since, алдыңғы видеода айтып өттім, бері деген уақытқа байланысты сөз. Келесі D вариантындағы сөз visible, көрінетін деген сын есімді білдіреді. Ең соңғы сөз wild, жабайы деп аударылады. Ал енді жоғарыдағы сөйлемді аударып көрейік. To move by turning over and over. Айналу арқылы қозғалу деп аударылады. Бұл сөйлемге сәйкес келетін сөз roll, домалау. Келесі тапсырмамен таныс болайық. Сіз видеоны тоқтатып, тапсырманы орындаңыз. Мен жауаптармен бөлісемін. Бірінші сөз loud, қатты деген мағынаны білдіреді. Екінші nervous, мазасыз деген мағынаны білдіреді. Үшінші сөз noise, шу деген мағынаны білдіреді. D вариантындағы сөз project, жоба деген мағынаны білдіреді. E вариантындағы сөз scare, қорқыту деген мағынаны білдіреді. Ал енді сөйлемді аударып көрейік. To make them feel afraid, яғни қорқыныш сезімін жасау деп аударылады. Бұл сөйлемге сәйкес келетін сөз scare. Ал енді ең соңғы тапсырмамен таныс болайық. Сіз видеоны тоқтатып, орындап көріңіз. Ал мен жауаптармен бөлісейін. Бірінші сөз item, элемент немесе зат деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз offer, ұсыныс деген мағынаны білдіреді. Үшінші сөз price, бағасы деген мағынаны білдіреді. Төртінші сөз product, өнім деген мағынаны білдіреді. Ең соңғы сөз property, меншік, мүлік деген мағынаны білдіреді. Ал енді жоғарыдағы сөйлемді аударайық. Something that is made, яғни жасалынатын бір нәрсе деп аударылады. Бұл сөйлемге сәйкес келетін сөз product, яғни өнім. Кез келген өнім қолдан жасалады. Сондықтан да бұл сөзді осы сөйлемге қоюымызға болады. Міне достар, осымен видео аяқталды. Сіздерге бұл видеодағы тапсырмалар түсінікті болды деп ойлаймын. Қанша сұраққа дұрыс жауап бергендігіңізді комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.